Бәрінің қолында газдан қорғайтын маска бар еді. Бірақ улы газ тараған кезде ешкім маскасын киген жоқ. Газ шыға салысымен олар тордағы құсқа жалт қарады. Құс аман қалды. Бұл газдың жалған екенін білдіретін белгі еді. Бірақ сол сәтте қасынан басқа пойыз өтіп кетті. Оның ішінде нағыз улы газ тарап, жолаушылар жан дауысы шыға айғайлап жатты. Бұл көрініс бәрінің зәресін алды. Ойынның ережесі былай: пойызда барлығы 8 вагон бар. Оның 4-еуінде нағыз улы газ толтырылған. Әр масканы тек 5 рет қана пайдалануға болады. Сондықтан әр бөлімде дұрыс шешім қабылдау өте маңызды еді. Бір қателік өліммен тең. Бірінші вагонға кіргенде бәрі маска киді. Құс аман қалды. Демек газ жалған еді. Масканы бір рет пайдалану мүмкіндігі босқа кетті. Екінші вагонда бәрі тағы да маска киді. Бұл жолы құс өліп қалды. Газ улы еді. Үшінші бөлімде Итан нағыз газ кейінірек келеді деп болжам жасады. Сондықтан үшінші вагонның газы жалған болуы тиіс еді. Бәрі оның айтқанына келісіп, маскасыз кірді. Болжам дұрыс болып шықты. Төртінші бөлімде Эйзен газ төбеден таралады деп айтты. Демек төбеде газды сақтайтын орын болуы керек. Сол сәтте бір семіз адам алға шықты. Ол пойыздың бұл моделінде төбеде қуат құрылғылары орналасқанын және олардың көп орын алатынын. Сондықтан олар әр 2 вагон сайын орнатылатынын білетін. Бірінші және үшінші вагондағы жалған және нағыз газдардың ретіне қарап, ол 4-ші вагонда нағыз газдың болу ықтималдығы жоғары екенін есептеді. 4-ші вагонда кейбіреулері маска кисе, кейбіреулері киген жоқ. 5-ші вагонда нағыз улы газ жіберілді. Маска кимегендер сол жерде жан тәсілім етті. Бүкіл вагон үшін өлі тыныштық орнады. 6-ші вагонда әлгі семіз адамның есебі бойынша газ жалған болу керек еді. Бәрі маскасы кіріп, сәттілікке орай аман қалды. 7-ші бөлімде жағдай тіпті қиындады. Енді улы газы бар 2 вагон және масканы пайдаланудың соңғы бір мүмкіндігі ғана қалды. Бірақ семіз адам паникаға түсті. Ол пойыздың моделін қате анықтағанын айтты. Осы уақытқа дейін олар тек сәттіліктің арқасында ғана аман қалып келген екен. Олар маска киген сайын газ жалған болып шықты. Енді соңғы 2 вагонда міндетті түрде нағыз улы газ бар еді.